Сәлем қыздар, бүгін мен балаларыма лаваштан осындай дәмді ас пісірдім. Балаларымның бәріне ұнады. Сіздер де балдарыңызға пісіріп берсеңіздер болады. Ол үшін бізге мынандай тауық филесі қажет, картоп, пияз, бір жұмыртқа және лаваш қажет. Тауық филесінің орнына сіздер фарш қоссаңыздар да болады, немесе саңырауқұлақ қоссаңыздар да болады. Алдымен картопымызды майдалап турап, су құйып, тұз салып, оларды пісіріп аламыз. Одан соң тауық филесін майдалап, кубиктап турап аламыз. Артынан пиязымызды да тура солай майдалап тураймыз. Сосын табамызға май құйып, оған етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатқан кезде картопымыз да пісіп дайын болады. Суын төгіп, оны жақсылап еземіз. Етіміз шамалы қуырылған соң, оған тұзымызды, әртүрлі дәмдеушілерімізді және сарымсақ қосамыз. Мен зімбір ұнтағын қостым. Сосын пиязымызды да салып, оны да тағы қуырып аламыз. Етіміздің түсі әдемі болу үшін мен паприка қостым. Етіміз жартылай піскен соң, оны картоп пюресіне салып, оларды жақсылап араластырамыз. Қоспамыз дайын болған соң, табамызға май жағып дайындап қоямыз. Енді лавашымызды аламыз да 3 бөлікке бөлеміз. Лаваштарымызды 3 бөлікке бөлген соң, бір шетіне қоспамызды молдырақ қосып, оны 2 рет ораймыз. Оралған жерінен кесіп, келесі жағына тағы да қоспа қосып толтырып, оны тағы да ораймыз. Негізі бұл тағамға ішіне әртүрлі қоспа жасасақ та болады. Картоп пюресін салмай, таза етпен жасасақ та болады. Лаваштың бір бөлігінен 2 шығады екен, сондықтан қалғанның бәрін 2-ге бөліп алсақ болады. Табамыз толған соң, жұмыртқаны жарып, оны араластырып, бәрінің бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Артынан 180 градустық духовкаға 20-30 минутқа салып аламыз. Асымыз пісті. Ыстық кезінде қаттырақ болып тұрады, суыған соң олар жұмсарады. Іші осындай болады. Енді жеп көрейік. Өте дәмді екен қыздар.